Абай деген досымыз бар. Сол той жасамақшы болған, той жасаған кезде жаңағы үлкендеріне деген бір үлкен ағасы бар екен. Бұлай депті: әңгімені қысқарт, арақ қоямыз. Абай намаз оқиды. Абай қатты қысылады. Не дейді? Бір нәрсе деп айтайын десе, анау ағасы қоймайды дейді, бет бақтырмайды дейді. Үлкеннің айтқанын тыңдау керек дейді. Сонымен Абай да айтты: "Я үлкеннің тілін айту керек, үлкеннің тілін алу керек" деп. Десе, анау ағасы қуанып кетті, сәл бойы, мынау кішкене сәл жөнге келіп отыр ғой деп. Жақсы болды ғой енді, десе айтады дейді Абай: "Кім үлкен, сіз бе, Алла үлкен бе?" деп. Ағасы шошып кетті: "Алла үлкен ғой әрине" деп. Онда сол үлкен айтып жатыр, арақ ішуге болмайды деп. Алланың сөзінен шықпайық деген. Көрдіңіз бе, біреу немен жеткізе алады? Даналықпен жеткізе. Сөйтіп оның тойы арақсыз өткен. Дұрыс жеткізе білсең, тыңдайтын құлақ бар. Тек шарт не қылу керек? Дұрыс жеткізе білу керек.